Александр Беляев, Адам балық. Орыс тілінен аударған Хайдолла Тілемісов. Адам балық. Су астында өмір сүре алатын жігіт жайындағы шығарма. Алыс қиырдағы ыстық елде су жағасындағы жартастың ұшар басында бір үй тұр. Бұл үйде Құдай өмір сүреді. Жергілікті аборигендер өзінің ізгі еңбегімен кедей шаруалар мен балықшыларға қайыр қылып, сауап жасайтын данышпан хирург доктор Сальваторды осылай атайды. Бірақ доктор тек қана ем-дом жасап, табиғаттың қателіктерін түзеумен ғана шектелмейді. Ол ғылымның ең озық жетістіктерін пайдалана отырып, және өзінің талантының арқасында ол екі стихияда өмір сүре алатын. Бірақ адамдық тіршілік шындықтарына икемделмеген адам жасап шығарады. Адам балық. Бірінші бөлім. Аргентина жазының қаңтардағы қапырық түні. Қараңғы аспанда жұлдыздар жымыңдаған кез. Медуза зәкір тастаған күйі тырп етпестен жағада тұр. Шолп соққан толқын да, сықырлаған кеме құрал жабдықтары да түн тыныштығын бұза алар емес. Мұхит бейне қалың ұйқыға шомғандай. Кеме палубасында жартылай жалаңаш інжу тергістер жатқан. Жұмыспен аптап ыстықтан қалжыраған байғұстар аунақшып, ақылап үхілеп, ұйқысырап жатып, ара-тұра айқайлап та жібереді. Аяқ қолдары әлсін-әлі ербең ете түседі. Бәлкім түстерінде ежелгі жаулары акулаларды көріп жатыр ма? Кім білсін. Осынау өп еткен желі жоқ тымырсық күндерде жұрттың жұмыстан тиықтайтыны соншалық, інжу теру аяқталған соң байғұстардың қайықтарын палубаға көтеруге де шамалары келмейтін. Әйткенмен соны көтеріп те қажеті жоқ еді. Ауа райы өзгерерліктей еш белгі білінбеген. Сондықтан да қайықтар түнемелікке зәкір шынжырына байлаулы күйінде су бетінде қалдырылған. Тақтайшалары тегістелмеген, такелаждары дұрыстап тартылмаған. Жиналмаған үш бұрышты желкені самал желмен сәл-пәл дірілдей желбіреп қояды. Палубаның бак пен ют арасындағы бос жерінде тау-тау болып үйіліп үнжу қауашақтары, маржан тастарының сынықтары, терімшілер байлап алып су түбіне түсетін арқандар, тапқан қауашақтарын салатын кенеп қапшықтар, су күбілер жатыр. Кеменің артқы жақтауына тақау тұрған діңгектің түбіне ішіне ауыз су құйылған және сабына шынжыр байланған темір ожауы бар үлкен күбі қойылған. Күбінің айналасында палубаға су төгілгеннен қалған қара дақтар көрінеді. Мезгіл-мезгіл терімшілердің біресе анасы, біресе мынасы, ұйқылы ояу күйінде ұйықтап жатқандарының аяқ қолдарын баса-маса қалбақтап жүріп, су тұрған күбіге қарай беттейді. Көздерінде ашпастан ожауды толтыра қылқылдата жұтады да, бейне бір су емес, таза спирт ішкен кісідей кез келген жерге сұлай-сұлай кетіседі. Терімшілердің қайнайтын шөл еді. Ертеңгісін жұмысқа барарда тамақ ішу қауіпті. Адам деген мұндайда судың қысымын қатты сезінеді. Сол себепті олар күні бойы қашан су бетіне қараңғылық түскенше аштан аш жүріп жұмыс істейтін де, тек ұйықтар алдында ғана тамақ ішуге мәжбүр болатын. Оның үстіне беретіндері тұздалған ет болса. Түнгі күзетте үндіс шалы Бальтазар тұрған. Ол Медуза шхунасының иесі капитан Педро Зуруйтаның ең жақын көмекшісі болатын. Жас шағында Бальтазар әйгілі үнжу теруші болған. Ол су астында 90, тіпті 100 секундқа дейін қала алатын. Бұл әдеттегіден 2 еседей көп еді. Қалайша деймісің? Себебі біздің кезімізде баули білетін және бұған сәби кезіңнен машықтандыратын деп әңгімелейді Бальтазар үнжу теруші жастарға. Мәселен, әкем мені Хозенің жел қайығына оқуға бергенде, менің 10 жасар шамасындағы бала кезім еді. Оның 12 шәкірті болды. Ол бізді былайша үйрететін. Суға ақшыл тас, немесе қауашақ лақтырады да, сүңгіп алып шық, деп бұйырады. Сосын әр лақтырған сайын тасты бірте-бірте тереңірекке тастайтын. Алып шықпасаң құрығаның. Кендір арқанмен, немесе өрме қамшымен жоныңнан таспа тілетін. Және иттің күшігіндей ғып, суға қайта лақтырады. Қайта сүңгі, дейді. Әне, бізге сүңгуді сөйтіп үйреткен.
Содан соң бізді су астында неғұрлым ұзағырақ болуға машықтандырады. Тәжірибелі қарт терімші алдымен теңізге өзі сүңгіп, зәкірге кәрзеңке немесе ау байлап келеді. Ал біздер содан соң сүңгиміз де, әлгіні су астында жүріп шешуге тырысамыз. Содан қашан шешкенге дейін сыртқа көрінбей ақ қой. Ал көрінсең қамшыға арқаңды тосуды біл. Біздерді аямай сабайтын, бұған бірен саран ғана төзе алатын. Ал өз басым бүкіл аймақтағы ең озық терімші болып шықтым. Табысым да тәп-тәуір еді. Қартайған кезінде Бальтазар інжу іздеу тәрізді қауіпті кәсібін тастағанды. Сол аяғын акула шайнап жарымжан етсе, зәкір шынжыры бүйірінің борша-боршасын шығарғанды. Оның Буэнос-Айресте кішігірім дүкені болатында, ол сонда інжу маржан, қауашақтар және теңіздің сирек кездесетін тастарын сататын. Бірақ жағада жүрсе теңізді сағынатында. Ара-тұра інжу теруге аттанатыны бар еді. Кәсіпкерлерде мұны бағалай білетін. Лапланд шығанағын, оның жағалауларын және інжу қауашақтарының көбірек кездесетін жерлерін Бальтазардан артық білетін жан адам жоқ еді. Терімшілер де сыйлайтын мұны. Ол бәрінің де, терімшілердің де, және олардың қожайындарының да тілін таба білетін. Ол жас терімшілерді осынау кәсіптің небір қимылдарын меңгеруге баулайтын. Тынысыңды қалайша ұстауға болады? Акулалардың шабуылынан қайтып тойтарыс беруің керек. Кейде көңілденген кездерінде сирек кездесетін інжуді қожайыннан жасырып қалудың жолдарын қайсы? Осыған шейін айтып беретін еді. Иә, кәсіпкерлер қайық иелері оның қадірін білетін. Бір қарағаннан ақ інжуді тани білетіндігі және қожайынның пайдасына сирек кездесер інжулерді шапшаң сұрыптап бере алатындығы үшін бағалайтын. Сол себепті де кәсіпкерлер оны әрі көмекші, әрі кеңесші ретінде өздерімен бірге жиірек алып жүруге ынталы еді. Бальтазар бір шағындау күбінің үстінде жұп-жуан сигарасын шегіп отырған. Діңгекке ілінген шам сәулесі оның бетіне түсіп тұрды. Жақ сүйегі аса сорайған емес, сәл шығыңқы, қыр мұрынды және жанары кең. Сұлу көзді нағыз аруканға тән пішінді кісі еді ол. Бальтазардың қабағы біресе ауыр жұмылып, біресе баяу қайта ашылады. Ол қалғып отырған, бірақ оның көзі ұйқыда болғанымен көңілі ояу, құлағы сақ. Ол қатты ұйқыға шомған сәтте де құлақтары сергек қалыпта төнген қауіптен сақтандыратын. Ал тап қазір Бальтазар тек ұйқыдағылардың күрсіністері мен күбірлерінен басқа ештеңе естіп отырған жоқ. Жаға жақтан шіри бастаған інжу қауашақтары, моллюскілердің сасық иісі мүңкіп тұр. Ішіндегі інжулерін оңайырақ алу үшін оларды әдейі солай шірітіп қоятын. Өйткені тірі моллюскілердің қабыршағын ашу бір қиямет еді. Дағдыланбаған кісіге бұл иіс күлімсі дүние болып көрінер еді. Ал Бальтазар соған рахаттанатын секілді. Інжу тергіш қаңғыбас үшін бұл иіс оның бостандықтағы өмірінің және теңіздегі қауіпті тірлігінің бір белгісі іспетті. Әдетте ішіндегі інжулерін алғаннан кейін қауашақтың ең ірілері медузаға тасылып әкелетін. Педро Зуруйтаның есебі түгел. Ол қабыршақтарды түймелер мен ілмектер жасайтын фабрикаға сататын. Бальтазар ұйықтап отырған, көп ұзамай әлі кеткен саусақтары арасынан сигарасы суысып түсті. Басы салбырап кеудесіне құлаған. Бірақ кенет оның санасына мұхит жақтан талып естілген бір дыбыс жеткендей болды. Дыбыс жақынырақтан қайталап естілді. Бальтазар көзін ашып алды. Әлдекім керней тартқан тәрізді еді. Сонан соң сергекте жас адамның дауысы «Әу!» деп айқайлағандай. Ал енді бір сәтте онан да қаттырақ «А!» деп дауыстағандай болды. Кернейдің музыкалы әуені кеменің сиренасына, ал әлгі көңілді де көтеріңкі үн суға батып бара жатқан кісінің жан ұшырған айқайына мүлде ұқсамайтын. Бұл деген бір жаңа, бейтаныс әуендер еді. Бальтазар орнынан тұрды. Оған ауа бір түрлі салқындай бастағандай сезілді. Ол жақтауға жақындап барып, теңіз төріне тесіле қарады. Жан жоқ,
тым-тырыс. Бальтазар палубада жатқан үндісті аяғымен түртіп оятты да, ал анау түрегелген соң сыбырлап былай деді. Айқайлайды. Бұл сірә сол болса керек. Мен түк естіп отырғаным жоқ, деді үндіс Гуронда сыбырлай, өзі тізерлей отырып тыңдаған күйі. Сол-ақ екен, Керней үні оқыс сарнап, оған қоса деген айқай естілді. Әлгі дыбысты естіген Гурон бейне біреу төбесінен бейшік үйіргендей бұға қалды. Иә, бұл сірә сол болса керек, деді Гурон, тісі тісіне тимей сақылдап. Басқа терімшілер де оянды. Олар бейне бір тас қараңғы түн үйірінен мына әлсіз де сарғыш сәуле ғана аман сақтап қалатындай шам жарығы түскен тұсқа жиылып, үрпейісіп отыр. Біріне бірі жабысып, ұйлығыса тыңдай қалған. Керней сарыны мен әлгі дауыс тағы бір рет алыстан талып естілді де, сосын тым-тырыс болып тұншықты. Бұл сол, су перісі, деп сыбырласты балықшылар. Біз бұл арада енді қала алмаймыз. Бұл акуладан да қауіптірек. Қожайынды шақырыңдар мұнда. Әлдекімнің жалаң аяқ салп-салп дыбысы естілді. Палубаға түк басқан кеудесін тырналап есінеген күйі қожайындары Педро Зурита көтерілді. Үстінде көйлегі де жоқ. Кенеп дамбалы ғана бар. Жап-жалпақ былғары белбеуіне тағылған револьвердің қабы салбырап тұр. Зурита жұрттың қасына тақады. Шам жарығы оның ұйқылы ояу, күнге күйген қола тәрізді жүзіне, маңдайына салбырай төгілген қалың бұйра шашына, қап-қара қастарына, жоғары қарай едірейе қалған түбіттей мұрты мен сәл қырау шалған сақалына түсіп тұрды. Не болып қалды? Оның барылдаған салмақты үні, сенімді қимылы үндістерді есін жидырды, білем. Олар жамырай шулап қоя берді. Бальтазар шуламаңдар дегендей қолын көтеріп белгі берді де, өзі сөз бастады. Біз оның су перісінің даусын естідік. Көзіңе бірдеңе елестеген шығар, деп жауап қатты Педро, ұйқысын аша алмай, басын төмен салбыратқан күйі. Жоқ, жаңылыс емес, біз деген айқаймен Керней үнін түгел естідік, деп шу ете қалысты балықшылар. Бальтазар әлгі қимылын қайталап, жұртты тыныштандырды да сөзін жалғастырды. Мен өз құлағыммен естідім. Бұлайша тек су перісі ғана керней шалады. Теңіз бетінде бұлайша кернейлейтін және айқайлайтын басқа ешкімде, ештеңе де жоқ. Бұл арадан дереу кетуге тиіспіз. Соқ өтірікті, деп сәл еріне жауап қатты Педро Зурита. Оның жағалаудағы әлі шіріп бітпеген сасық қауашақтарды қайыққа тасығысы. Қысқасы, зәкір көтергісі келмеген. Бірақ ол үндістерді де үгіттеп көндіре алмаған. Олар абыржулы, қолдарын ербеңдетіп, у-шу болып, егер Зурита зәкірді көтермейтін болса, жағаға өздері шығып, Буэнос-Айреске жаяу кететіндерін айтып бажылдасты. Су перісін сендермен қоса сайтан атсын түге. Жақсы, біз таң ата зәкірді көтерейік, деп күңкілдеген күйі капитан өз каютасына қарай кетті. Оның ұйқысы енді шайдай ашылған. Ол шам жағып, темекісін тұтатты да, шағын каюта ішінде бұрыштан бұрышқа теңселіп жүрді де қойды. Ол осы теңізде жуық маңда пайда болған балықшылар мен жағалаудағы жұрттың зәресін алған түсініксіз жан туралы ойға шомған. Ол пәлені әлі еш адам көрмеген. Бірақ өзі туралы сан рет жұрттың есіне салған. Сол туралы небір аңыздар тарай бастаған. Теңізшілер мұндай ертегілерін әлгі пәле естіп қалмасын дегендей сыбырлап қана айтатын. Оның біреулерге зиянын, енді біреулерге ойда жоқта көмегін тигізген жайттары да бар еді. Бұл теңіз тәңірісі десетін қарт үндістер. Ол мұхит тұңғиығынан 1000 жылда бір-ақ рет, оның өзінде жер бетінде әділдік қалпына келтіру үшін шығады. Католик священниктер болса жоққа сенгіш испандарға оны су перісі деп иландырмақ болады. Оның келу себебі жұрттың қасиетті католик шіркеуін ұмыта бастағандығынан, деп насихаттайды. Осынау сыбыстар бірден бірге тарап, ақыры Буэнос-Айреске де жеткен. Су перісі бірнеше апта бойы өсек құмар газет тілшілері мен
сайқымазақтардың сүйікті тақырыбына айналды. Егер мәнеге себептермен қайықтар немесе балықшылар кемелері суға кетсе, немесе балықшылар ауы жыртылса, яки ұстаған балықтары әлдеқалай жоғалса, бұған жұрт су перісін кінәлап шыға келетін. Ал енді біреулері пері, кейде балықшылар қайығына ірі балықтар салып кетеді екен, және тіпті бірде суға батқан кісіні құтқарыптымыз деп те әңгіме таратқан. Басқасын айтпағанда суға бата жаздаған бір кісінің бұлай әңгіме таратқаны рас еді. Суға батып кетуі мұң екен, әлдекім арқа жағынан тіреп теңіз бетіне қайтадан итеріп шығарғанда, сүйреп отырып жағаға жеткізген көрінеді. Ал оның аяғы құмға іліккені сол-ақ екен, құтқарушысы қас қағым сәтте толқынға сүңгіп жоқ болып кетіптіміз. Бірақ бәрінен қызығы, әлгі періні көзімен көрген тірі жанның болмағандығы еді. Осынау құпия жанның түрі қандай екенін суреттеп бере алатын ешкім жоқ еді. Әрине, көрдік дескендер де аз емес еді. Солардың айтуынша, перінің мүйізі ешкі тәріздес сақалы, арыстандікіндей табаны және балықтікіндей құйрығы боладымыз. Немесе оны адамдікіндей аяғы бар, мүйізі қарағайдай алып құрбақа етіп суреттейтіндер де аз емес еді. Буэнос-Айрестің әкім шенеуніктері бастапқы кезде мұны жұрттың ойдан шығарған өтірігі деп әлгіндей әңгімелерге және газет мақалаларына назар аудара қоймаған. Бірақ наразылық өте-мөте балықшылар арасында бірден бірге күшейе түсті. Көптеген балықшылар тіпті теңізге шығуға жүрексінетін болды. Балық аулау азайып, жұрт балық тапшылығын сезінді. Содан кейін барып жергілікті өкімет орындары бұл оқиғаны зерттей бастады. Бірнеше бу катерлері мен полицияның жағадағы күзетінің моторлы қайықтары бүкіл жағалауға қатысты мынадай бұйрықпен сапарға аттандырылды. Жағалаудағы тұрғындар арасында дүрбелең туғызып, бүлік шығарып жүрген белгісіз біреу ұсталсын. Полиция Лапланд шығанағымен бүкіл жағалауды 2 апта бойы тінтіп, тіміскілеумен болды. Жалған әңгімені әдейі таратқаны үшін бірнеше адам ұсталды. Бірақ перінің ұсталатын түрі байқалмады. Полиция бастапқыда бұл маңда ешқандайда пері атаулы жоқ. Мұның бәрі надан халықтың шығарып жүрген сандырағы. Әрі ондайлар түгел тұтқындалады және тиісті жазаларын тартады деп ресми хабарлама жасады да, балықшылардың өсек аяңға құлақ аспай, балық аулауға шығуларын айтып үгіттеді. Біршама уақыттай мұның пайдасы да тиді. Алайда перінің әзілі тынбаған еді. Бірде түн ішінде жағадан көп алыста жүзіп жүрген балықшылар өз қайықтарына қайдан келіп түскені белгісіз бір ешкі лағының маңырағанынан шошып оянған. Енді бір балықшылар ауларын тартып қараса, оны біреулер тілгілеп кетіпті. Перінің қайта пайда болғанына қуанған қаламгерлер енді жауапты ғалымдардан күтсін. Ғалымдар да үнсіз қарап қалмады. Біреулері мұхитта адамның қолынан ғана келетін тірліктер жасай алатын теңіз әзірейілдері болуы мүмкін емес деп есептеді. Егер, деп жазды ғалымдар, мұндай пәле мұхиттың әлі жете зерттелмеген тереңдігінде пайда болса, онда бір сәрі. Дей тұрғанмен ғалымдар мұндай жан иесінің ақылды қарекеттер жасай алатындығына шүбә келтіретін. Ғалымдар мен полиция бастығы бір ауыздан мұны бір қылжақ бастың жасап жүрген сұмдықтары санаған. Бірақ ғалымдар ойы да бір жерден шыға қоймаған. Кейбір ғалымдар бір кезде су қызы, су перісі, су монахы мен су епископы туралы әсірелеп жазған швейцариялық табиғат зерттеушісі Конрад Геснерге сілтеме жасады. Қалай дегенде де көне және орта ғасырлық ғалымдар жазғандарының көбі жаңа ғылым, ескі ілімдері мойындамағанына қарамастан ақыр соңында шындыққа айналған. Құдай тағаланың құдіреті күшті. Демек бізге ғалымдарға тұжырым жасағанда басқа жұрттан гөрі мейлінше сыпайыгершілік пен сақтық жасау ләзім, деп жазды кейбір қарт ғалымдар. Айтпақшы, осынау сыпайыда сақ жандарды ғалым деп атаудың өзі де қиын еді. Өйткені олар ғылымнан гөрі кездейсоқ ғажайыпқа көбірек сенетін, және олардың дәрістері уағыз насихатқа көбірек ұқсайтын еді. Ақыр соңында айтыстың шешімін табу мақсатында ғылыми экспедиция шығарылды. Экспедиция мүшелеріне перімен кездесу бақыты қонбады.
бірақ олар белгісіз біреудің неше түрлі әрекеттерін естіп білді. Баспасөз жариялаған баяндамаларында экспедиция мүшелері былай деп жазды. Бірінші, кейбір жерлердегі құм қайраңдарынан біздер адамның енсіз табандарының ізін кезіктірдік. Іздер теңізден шығып келіп, қайыра теңізге еніп кеткен. Әйтсе де мұндай іздерді жағаға қайыққа отырып келген кісінің қалдыруы да ықтимал. Екінші, біз зерттеген ау торлары өткір қарумен тілінген болуы мүмкін. Бәлкім, аулар су астындағы үшкір жартастарға немесе бір кезде батып кеткен кемелердің қалдықтарына ілініп жыртылуы да ықтимал. Үшінші, көрген кісілердің айтуына қарағанда дауыл жағаға судан тым алысқа лақтырылған дельфинді әлдекім түн ішінде сүйреп теңізге қайта түсірген секілді. Оның үстіне құм бетінде адамның сояудай тырнағының ізі қалған. Сірә әлдебір мейірбан балықшы дельфинді теңізге сүйреп әкетсе керек. Дельфиндердің балықты қуып жүріп, жағаға қарай топтап айдайтыны, тайызға шығарып тастайтыны, сөйтіп балықшыларға көмектесетіні болады. Ал балықшылардың дельфиндерді қауіп-қатерден құтқарып қалатындары да жиі кездесетін оқиға. Әлгі сояудай тырнақ ізін адам өз саусақтарымен әдейі сызып қалдыруы да, жұрт оны тырнақтың ізі деп қабылдауы да әбден мүмкін. Төртінші, лақты әлдебір қылжақ бастың қайықпен әкеп әдейі тастап кетуі де ықтимал. Ғалымдар пері қалдырған жұмбақ іздердің шешімін табарлықтай басқа да түрлі дәлелдемелер келтірген. Ғалымдар бірде-бір теңіз құбыжығының мұншалықты қиын қарекеттер жасай алуы мүмкін емес деген тұжырымға келген. Әйтсе де бұл түсініктемелер жұрттың бәрінің де бірдей қанағаттандыра алмады. Тіпті бұл түсініктемелерді нанымсыз деп бағалаған ғалымдардың өз ортасынан да табылды. Неше жерден айлакер және қажуды білмейтін қылжақпас болса да, бір кісінің көзіне ілікпей осыншама қарекеттер жасауы мүмкін емес еді. Бірақ ғалымдар өз баяндамасында атап көрсетпеген ең басты бір дүние мынау еді. Пері өзінің ерліктерін тым қысқа уақыт ішінде, әрі бір-бірінен қиырда жатқан жерлерде жасап үлгеретіні анықталған. Демек пері мейлінше шапшаң жүзе біледі. Немесе оның елден ерек бір аспаптары бар. Яки болмаса пері жалғыз емес, олар бірнешеу. Бірақ олай екені рас болса, онда мына қалжыңның астарында әрі түсініксіз, әрі аса үрейлі бірдеңелер жатқаны. Педро Зурita каюта ішінде ерсілі-қарсылы теңселіп жүріп, осынау таңғажайып оқиғаларды түгел еске түсірді. Ол таңның қалай атқанын да байқамай қалды. Педро әлден соң шамды сөндіріп жуына бастады. Төбесіне жылы су құйып тұрып, ол палуба жақтан шыққан үрейлі дауыстарды естіді. Зурita жуынып бітпестен баспалдақпен жүгіре басып жоғары көтерілді. Белдеріне кенеп белдемше байлаған жалаңаш терімшілер кеме жақтауы жанында қолдарын ербеңдетіп, жөнсіз бажылдасып жатты. Педро төменге қарап, жатарда ғана байланып қойылған қайықтардың жіптері шешіліп, бос жатқанын көрді. Түнгі самал оларды едәуір жерге, ашық теңізге апарып тастаған. Енді таңертеңгі бәсең жел оларды жағаға қарай баяу қуалап келе жатыр екен. Шашылып тасталған қайық есектері шығанақ бетінде қалқып жүр. Зурita терімшілерге тездетіп, қайықтарды жинаңдар деп бұйырды. Бірақ ешкімнің де палубадан төмен түскісі келмеді. Зурita бұйрығын қайталап айтты. Перінің тырнағына іліккің келсе өзің ақ бар, деп жауап қатты әлдекім. Зурita револьверінің қабына жармасты. Терімшілер тобы кері шегінді де діңгек түбіне топтаса бастады. Терімшілер Зуритаға өшіге қарасып қалған. Қақтығыс болардай көрінген. Бірақ осы сәтте Бальтазар араға түсті. Арукан үндіс ешкімнен қорықпайды, деді ол. Акулада мені жей алмаған. Шалдың қу сүйектеріне періңде қақалар. Осылай деп, ол қолдарын төбесіне көтере жақтаудан суға бірақ сүңгіді де, таяу тұрған қайықтардың біреуіне қарай жүзе жөнелді. Енді терімшілер түгелімен жақтауға жетіп, Бальтазардың қимылын байқап тұрды. Қарттығына, аяғының кемдігіне қарамастан, ол тәп-тәуір жүзетін. Құлаштай жүзіп, қайыққа малтып жетті де,
қалқып жүрген ескекті ұстай алып, қайыққа мінді. «Арқан пышақпен қиылған!» деп айқайлады ол. «Және әдейілеп қиылған. Пышағы ұстара тәрізді өткір болса керек». Бальтазарға ештеме болмағанына көздері жеткен терімшілердің бірнешеуі соның артынша суға күмп берді.